Сәлеметсіздер ме, тағдыр сырлары арнасының құрметті оқырмандары. Әңгіме бастамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Айтылмаған сыр. Екінші бөлім. Кеше әпкем қайтып бара жатқанда, егер сен бақытқа тұрмысқа шықсаң, мен сені өмір бойы бетіңді көрмей, кешірмей өтемін деп кеткен. Ол сондай айтқаннан қайтпайтын бір беткей болатын. Мен іштей тілімді тістеп қалдым. Іштей не ойламадым, көп жыладым. Тағдырға налындым. Неге мен? Өз бақытымды тапқанда осылай болды. Неге бір сәтте болса сезімге ерік бердім екен? Бәлкім, оның құшағына құламағанды бұлай қиналмас бедім. Енді мен кімге керекпін? Деген сан түрлі сұрақтар санамнан кетпей қойды. Сол ой менің жанымды жегідей жеді. Әпкеме бақыттан аяғым ауыр десем, оның жүрегі мұны көтере алмайды, деп ойладым. Солай өз уыма өзім тұншығып жүре бердім. Іштей арпалыс, не істеймін? Мен бүгін әпкемді жылатып кетсем, ол жоқта бақытты бола аламын ба? Басқаға тұрмысқа шықсам, бақыт мені кешіре ма, жоқ па? Әскерден келген жігітіме өз жағдайымды айтсам, ол мені түсіне ма? Оған тиген күнде бақытты бола аламын ба? Шақшадай басым шардай болды деген осы екен ғой, деп ойладым. Ертесіне тағы да бақыт келді. Сол күні ешқайда бармай ауылда отырдық. Оның көңілі баяғыдай салдырлап әңгімесін айтып отыр. Ал мен болсам, ішімдегіні сыртқа шығара алмай, жігітімнің сөйлегеніне жымиып тұра бердім. Бір кезде өзімнен өзім, жан, мені бүгін алып кетші. Бүгін әкетпесең кеш қаласың дедім. Жаным-ау, қызықсың ғой. Неге кеш қаламын? Мен сені сыйыңмен алып кеткім келеді. Қорықпашы, бізде бәрі дайын болып қалды, деді. Бірақ менің жүрегім оны соңғы рет көріп тұрғанымды сезді. Әйел адамның ойлау қабілеті өте жүйрік қой. Ер адам өзінен қанша үлкен болса да, әйелдің ойындай озық ойлай алмайды, деп ойлаймын. Өйткені біз әйел заты өте сезімтал келеміз. Бір сәтте бүкіл дүниені ойлай аламыз. Ал көп ер азаматтар сол сәтті не көреді, соны ғана ойлайды екен. Сол күні мен бақытты қимай қоштастым. Бірдеңе боларын ішім сезді. Абырой болғанда үйдегілер ішімдегіні байқамады. Арада 2-3 күн өткенде мотоцикл даусы шықты. Мен жүгіріп барып терезеге қарасам, әскердегі жасұлан мотоциклден түсіп, басындағысын шешіп жатыр екен. Әлгіні көргенде бүкіл жаным дүнием алай-дүлей болып мелшиіп тұрып қалдым. Жүгіріп анама барып, анашым, мені біреу іздеп келсе, мені жоқ деп, кеше Өскеменге кеткен деп айтыңызшы, дедім асығып. Ол кім іздеп келетін? Тыныштық па? Деп сұрап үлгерген де жоқ. Мен төргі бөлмеге жүгіріп кеттім. Бір кезде есік ашылып, кішкентай бала, апау, Жұлдыз тәтені бір ағалар шақырып жатыр. Ол кім шақырып жатқан? Жоқ, Жұлдыз-ай, кеше Өскеменге кеткен, деп ұрсып берді. Мен терезеден сығалап қарап тұрмын. Ол мотоциклін оталдырып кетіп қалды. Бөлмеден шықсам анам, қызым, кім олар? Не үшін сені іздеп жүр? Деп сұрады. Анашым, ол әскерден келген балдар ғой. Мені отырысқа шақырып кепті. Ал менің барғым келмейді, дедім. Анам байғұс өте момын жан еді. Ән айтатын өнері де бар. Сауырып салма ақындығы да бар болатын. Отырыстардың әрқайсында арнап өлең шығарып әуендетіп келе беретін.
Жасұлан келгелі менде маза болмады. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдым. Бақытқа хабар берейін десем, ешкім мүмкіндігім болмады. Ол кезде ауылда телефон да жоқ. Біздің ауылдың арасы Бақыттың ауылымен 4-5 минуттық жол болатын. Анама келіп, анашым, мен қалаға қайтып кетейінші дедім. Құлыным-ау, ауылдан шымысты ма? Барсаң барып қайт, құрбыларыңмен қыдырып қайтарсың. Болмаса, басқа жұмысқа шығарсың деді. Сол күні кешке тағы әпкем келді. Жұлдыз, жаның шыққыр, Жұлдыз. Сен келісіміңді беріп қойыпсың ғой. Мен бәрін естіп келдім. Қазір одан бас тартпасаң, мен бәрін апамдарға айтамын, деді. Әпке, сенің айтқаның болсын. Менің 2-3 күнде Алматыға кетемін. Мен сіз үшін Бақыттан бас тартамын, дедім. Ол кезде мен Жасұланнан құтылдым деп ойладым. Ол мені Өскеменнен таппай, күдерін үзетін шығар деп те ойладым. Ертесіне ауылда бөтен көліктер, мотоциклдер пайда бола бастады. Оны мен білместе едім. Әкем келіп, ауылда бөтен жігіттер көбейіп кетіпті. Бір қызды алып қашайын деп жүр екен-ау деймін. Дегенді естіп, шошып кеттім. Жүрегім бірдеңені сезгендей үйден шықпай отырдым. Сол күні әкемдер соғым сойды. Ол заманда соғым сойған үйде той болып кететін еді ғой. Содан әке-шешем 2-3 үй ары тұратын көршінің үйіне кетті. Кеш бола бастаған. Мен малдарды жайғап, әпкем тамақ дайындап жүрген. Бір кезде су етіп 1-2 жігіт баса көктеп кіріп келді. Мен оларды Жасұланның достары екен деп бірден байқадым. Жүгіріп барып төргі бөлмеге тығылып қалдым. Әпкем, сендер кімсіңдер? Баса көктеп кіруге қандай хақыларың бар? Деп айғайлап жатыр. Ол кезде бір ауылының жындысы болушы еді ғой. Сол әпкемді танып, Құндыз әпке, біз сенің сіңліңді алып кетуге келдік. Өскеменнен таппай, осы жақта екенін естідік. Ерікпей аулақ жүріңдер. Сендерге беретін қызымыз жоқ. Әпке, босқа ренжіспейік. Қызды шығарыңыз, біз тек сөйлесеміз. Сіңлім сендерге көтеріп әкете беретін мал емес шығар, деп әпкем біраз ренжісті. Әпке, берсең де, бермесең де қыздарыңды бүгін басып тұрып алып кетеміз. Шақырт, кім ол менің сіңліме үйленгісі кеп тұрған? Дегенде ішке біреу кіргендей болды. Міне, мынау жігіт. Екеуі әскерден келген соң үйленеміз деп сөз байласқан. Жан-жақтан ағайын туыстар жинап қойғанбыз. Бәрі тойға дайындалып жатыр, деді. Әпкем төргі бөлмеге кіріп маған: өзің шығып аналарға жауабыңды айт, әйтпесе мен қазір апамдарды шақырамын, деп шығып кетті. Мен шығып, Жасұланмен амандасып, екеуміз оңаша сөйлесетін болдық. Саған не болды? Менің әскерден келгенімді қабыл алмадың ба? Әлде қуанбай тұрсың ба? Не өзгерді? Айтшы. Жоқ, келгеніңе қуаныштымын. Онда неге қаштың? Жасұлан, мен саған тұрмысқа шыға алмаймын. Неге? Сол, мен басқа біреуді ұнатып қалдым. Ұнату? Деген түк емес қой. Сен балалықпен айтып тұрған шығарсың. Ертең-ақ ұмытып кетесің. Біз 2 жыл жүрдік қой. Мен сені бүгін алып кетемін. Ауыл-аймақ бәрі дайындалып жатыр. Жоқ, мен сенімен бара алмаймын. Жоқ, барасың. Айтқаным айтқан. Жасұлан, мен сенің алдыңда кінәлімін. Мен сен ойлағандай адам емеспін. Қандай кінә? Дәл қазір оны саған айта алмаймын. Қандай кінә болса да, мен сені қабылдаймын. Кешіремін, мені ұятқа қалдырмай жүр менімен, деп қолын соза бергенде ішкі әлгі атаман бала кіріп келді. Жасұлан, сен шығы тұршы, деп оны шығарып жіберді. Жұлдыз,
Мен сенің ағаңды, әкеңді, бәрін танимын, сыйлаймын. Бірақ сен бүгін бізбен кетуің керек. Егер шықпасаң, ертеңгі өмірің быт-шыт болады. Бұл ауылдың жігіттері сені жөніне қоймайды. Ашығын айтқанда, сені кезекке қояды, деп тікелей қорқытты. Сонда мен осы қорқытуыммен сүймегеме тұрмысқа шықсам, бақытты бола аламын ба? Қалай ойлайсың десем, бақытты боласың. Өйткені жасұлан сені өлердей сүйеді. Егер ол саған тиіссе, маған айт. Мен ақ оның жазасын беремін, деді. Мен қорыққанымнан қалшылдап кеттім. Бір жағы ішімдегі баланы ойладым. Әке-шешемді ойлап, келісімімді бердім. Бұзық баланың қорқытқаннан соң не істерімді білмей, қорққанымды білдіртіп қойдым. Бір жағы әке-шешемді жерге қаратпаймын, бақытта келе қоймады. Әпкенің сөзі анау, кешірмеймін деп. Не болса, мен осылармен ілесіп кете берейін деп шештім. Бір кезде далада у-шу боп кетті. Далаға жүгіріп шықсақ, әке-шешем, туысқандар бәрі келіп қап, ұлдармен ерегесіп жатыр екен. Ағам менің қасыма кеп, сен қыз не істеп жүрсің өзі? Кім мыналар? Деп мені ұрғалы тұрғанда Жасұлан алдыма тұрып алып қалды. Мен бүгін қарындасыңызды алып кетемін. Үйдегілер дайындалып отыр, деп екеуі бір-біріне тақасып ерегесіп тұр. Бір кезде сау етіп қақпадан тағы бір 3 көлік жетіп келді. Енді бұлар Жасұланның туыстары болатын. Қоржындарын көтеріп, құда-құдағи деп топырлап кіріп келіп жатты. Мен қайда қашарымды білмей, бір бұрышта дірілдеп тұра бердім. Үлкендер дауласып жатыр. Мына жақта қартайған анам жылап жүр. Ішімнен, шіркін-ай, бақыт келді мені мынау тозақтан алып құтқарса ғой, деп жылап отыра бердім. Ол жоқ. Сағат, минут санап, қазір көкпар шабатын қап-қара атымен келіп, менің қолымнан тартып, алдына отырғызып, алып кететіндей армандап отырдым. Бірақ ол келмеді. Сонымен үлкендер келісіп, құдалар бәрін танитын болған соң әкем, қызым үйленем деп тұрған жігітке тұрмысқа шыға бер. Саған батамды бердім. Бақытты болыңдар деп мені шығарып салғалы тұрғанда Бақыттың жеңгесі келді. Қақпадан кірмей мені шақырғанда, кетейін деп тұрған қызды не айтасың деп кіргізбеді. Жоқ, мен айтуым керек деп ол да қайтпады. Елдің бәрі мені аңдумен тұр. Қашып кетеді деп ойлайды екен. Қасымнан шықпай жүр. Бір кезде әкемнің қарындасына, әпке, мен сыртқа шыққым келіп тұр. Мен барасыз ба дедім. Жарайды деп сыртқа шықтық. Ол кезде әжетханада тым алыста болатын. Сол жаққа бара жатқанда Бақыт шыға келді. Әпкем, ойбай! Мынау кім тағы? Дегенде мен, Бақыт қой, Құндыздың қайнағасы деп әрең сөйледім. Сол кездегі Бақыттың тұтыққан ашуы түрі мәңгі есімде қалып қойды. Жанына барсам, қалшылдап тұрып, Жұлдыз, сен не істедің? Сен не істедің? Сен не істеп жатырсың? Мен күйеуге кеткелі жатырмын. Мен ше? Сен кеш қалдың. Қалай кеш қалдым? Жұлдыз, екеуміздің арамызда болғанды білесің. Мен сүйе тұра басқа жерде бақытты боламын деп ойлайсың ба?
бақытты болмасымды білемін, бірақ кетпеске амалым жоқ. Неге? Не болды? Не жағдай? Сенің осылай менен бас тартатыныңа не болды? Қандай жағдай болды? Жұлдызым, мен сені ренжіткен жоқ сияқты едім ғой. Жазығым не? Мен саған соңғы кездескенде мен алып кетші деп қаншама жыладым ғой, жалындым ғой. Сол кезде неге ала кетпедің? Енді артқа шегінуге жол жоқ. Мен үлкендердің ақ батасын алып қойдым. Олардан аттап кете алмаймын, дедім. Жарайды, Жұлдызым. Сенің ата-анаңның ақ батасын аттап кете алмай тұрған шығарсың. Сен бұл үйден шыққан кезде сырттан алып кетемін. Бұл жерде болмаса, ана жақта енеңнің үйінен алып кетемін. Бірақ мынаны ұмытпа. Қандай жағдай болмасын, мен сені күтемін. 5 жылдан кейін келсең де, 5 баламен келсең де, мен сені аламын, күтемін. Бақыт, сен мені ұмыт. Енді мен сендік бола алмаймын. Менен аулақ жүр. Мен сені сүймеймін, дедім. Оны айтқан себебім, ана жаққа барып у-шу шығармасын, бұзық балдар болып өлтіріп қоймасын деп сүйіктім үшін қатты қорқтым. Осылай айтсам мені жек көріп кетіп артымнан бармайтын шығар деп ойладым. Сонда мен үйге жүгіріп кеттім. Үлкендер батасын беріп, мен үйден шығарып салды. Совхоз орталығына келіп, бір үйге кіргізіп, ақ көйлек фатасымен дайындап қойған екен. Мені біреулер киіндіріп жатыр. Екіншісі шашымды байлап, бояндырып жүр. Мен қуыршақ сияқты мелшиіп отыра бердім. Ойымның бәрі сүйіктімде. Отыр десе отырамын, қолыңды көтер десе көтеремін деп киіндіріп, мен бейтаныс адамдардың айтқанымен жүрмін және істеп тұрмын. Көліктерін шарлар байлап, әуенді бақыртып қойып, Жасұланның ауылына бейпілдетіп кіріп бардық. Бірден беташар болып, ауылда той басталып кетті. Бәрі бақытты, шулап, билеп жүр. Мен төрдегі дайындап қойған дастарханның алдында күйеуіммен, жолдас баламен, жолдас қыз төртеуміз отырдық. Жолдас қызды да дайындап қойған көрінеді. Жанымдағылар тұрсам тұрам, отырса отырам. Айтылып жатқан тілектердің біреуін де естіп тұрған жоқпын. Ойым басқа жақта. Бір жағы тойдан кейін неке түнін де ойлап қорқып отырмын. Біліп қойса, мен өлтіретін шығар деп те қорқып отырмын. Бір кезде Жасұлан жоқ болып кетті. Сыртта дабырлаған дауыстар шығып, төбелес болып жатқаны белгілі болды. Екі ауылдың жігіттері төбелесіп, менің күйеуімді бақыт сабап тастапты. Бірақ мені алып шыға алмады. Өйткені аула тола адам. Баяғы жендеттері де жетіп келіп, бақытымды таяқ жеп қайтып кетіпті. Сонымен таңға қарай той тарқап, шымылдырық ілінді. Жасұланның қартайған шешесі де, үйленбеген 40-тан асқан ағасы бар екен. Тұрмыс жағдайы нашарлау. Өздері де 10 ағайынды болған соң, үйді, барандылар ақша жинап, осы тойды жасап берген екен. Бір әпкесі, біз осы кенже ұлдың үйленгенін күтіп жүрген едік. Енді шешемді алып Талдықорғанға көшеміз деді. Бір жағы алысқа кететінімізге іштей қуандым. Не де болса алыста әке-шешем жаман жақтарымды көрмей ақ қойсын. Не көрсем де сол
жат жерде өзім танымайтын, білмейтін жерде көрермін деп ойладым. Ел тағырқап өз бөлмелерімізге кірген соң бір жеңгесі кіріп, мынаны саған Ленинградтан алып келдім деп сырға мен сақина тақты. Сол күні таң атып қалғандықтан ол маған жақындай алмады. Мен де сырғаны таққан соң сыртқа тірлік істеуге шығып кеттім. Ертесіне талдықорғандықтар қайтты. Үйде төртеуміз ғана қалдық. Кешке бөлмемізге кірген соң, әйелдік парызымды орындаған соң, ол менің қыз емес екенімді біліп, бірақ үндемеді. Үнсіз сыртқа шығып кетті. Содан Жасұлан екеуміздің отбасылық өміріміз басталып кетті. Менен ештеңе сұрамады. Мен де батылым жетпей айтпадым. Енем байғұс өзімен өзі ешкіммен шаруасы жоқ кісі болатын. Бір айдан соң ЗАГСке тұрдық. Бұл 91 жылдың қаңтар айы болатын. Бір күні Талдықорған жақтан ағасынан көшіріп алып кетеміз деген хабар келді. Басында кеткім келмеген, бұл жолы көңілім түсіп кетті. Танымайтын, білмейтін өмірде барып көрмеген жерде баратыныма қатты қобалжыдым. Солай біз аяқ асты Талдықорғаннан ауылды жерге көшіп кеттік. Басында бізге аспандағы айды әпереміз, керемет үйге тұрасыңдар дегенмен мүлде ондай болмады. Көшіріп алып келді. Алайда айдалада 10 шақты ғана тұрған үйлер бар екен. Фермаға келіп қоныстандырды. Сондағы қойлары ауылдағы бар малды сатып, өздеріңе керек жарағыңды бөліп алып, бізді қалай күн көрсе, солай күн көрсін дегендей осы жерге әкеліп тастап кетті. Нағыз тозақ өмірім осы жерде басталды. Ешкімнің де менің басымнан сипамасы анық еді. Бірде тату, бірде қату күндер өтіп жатты. Жасұланның ағасы жұмысқа тұрғызды. К-80 тракторына отырғызып, күні-түні жұмыс жасады. Ол кезде совхоз қанат қызылшасын өсіретін. Ағасы бригада болған соң, күйеуім қалай жұмсаса да, сонда кете беретін. Ал маған күн өткен сайын қиындала түсті. Аяғымның ауырлығын айқындала бастады. Жасұлан менен алшақтай берді. Егісте қыз қырғын көп болатын. Өзі келбетті де, сымбатты да жігіт. Талайды таңдайынан қақтырады. Мен оған ренжуге, немесе уәж айтуға қақым жоқтығын білгендіктен үнсіз көне бердім. Баяғы балалығым жайында қалды. Сол кезде ерке де сұлу қыздың жанарындағы күлкіден түк те қалмады. Әйтеуір таң атса, күн батып, күндер өтіп жатты. Бұл менің таңдауым болғандықтан бұлтара алмадым. Тағдыр қандай сынға алса да сынбауға тырысамын деп өзіме серт бердім. Ішімдегі тіршіліктің иесі менің жалғыз алданышым болды. Бақытымнан қалған аманатым болғандықтан қалайда бұл баланы өмірге әкелу керек деп шештім. Қандай қорлық көрсем де, мейлі, сол аман болса болғаны деп жан ұшырдым. Мен жар махаббатына бөлене алмадым. Қажетті етпедім. Жасұлан да өз қалауына ерік берді. Үйге қонудан қалды. Мейлі, маған теспесе болғаны дедім. Бір күні ол әжептәуір құзу болып келгенде мен қатты қорқтым. Мынаны сылтау қылып, тиісіп, ілік іздей бастады. Маған өшпенділікпен қараған көздері сондай қорқынышты еді. Бір кезде
Мені сүйесің бе? Демек, сүймейсің ғой. Мейлі, бастысы мендік болуың. Бала кімнен? Жауап бере алмайсың, Мені неге қызғанбайсың? Қадірім жоқ па? Әлде саған бәрібір ме? Жоқ, мен сені құрметтеймін. Енді неге бұлай болды? Жұлдыз, мен сені 9-шы сыныптан бері білемін ғой. Бой жетіп, көз түсе бастаған кезден-ақ артық қылығыңды байқаған емеспін. Алғашқы жігітің де мен екеніңді білемін. Мінезің ұяң, сабырлы қыз едің. Ұялшақта емессің. Түсінбегенім, 2 жыл тосып, хат жазып, 2 ай қалғанда неге тура жолдан тайдың? Маған жауап бер, деп ұсталды. Қойып қалғанда селк ете қалдым. Қорықпа, ұрмаймын. Тек шыныңды айт дегенде мен біраз үнсіз отырып. Бір кезде басымды көтердім де бетіне тік қарап. Мен саған тұрмысқа шықпас бұрын алдыңда айыпты екенімді ескерткем. Сен де қандай жағдай болмасын кешіремін дегенсің. Енді сол сөзіңде тұр. Ол тамаша жігіт. Бір-бірімізді қатты ұнаттық. Бірақ тым кеш. Мен одан бас тарттым. Мен сені таңдадым. Өтініш, енді есіме салмашы, деп жылап жібердім. Себеп? Не себептен бас тарттым? Ең қымбат жаны өтінген соң амалым қалмады. Егер менен көңілің қалса апарып таста. Жоқ, сен менен тіріде кете алмайсың. Есіңде болсын. Уақытыңа жетпей, босанатын болсаң, өз обалың өзіңе. Алладан ұл болса екен деп тіле. Қыз болғанда қаламаймын. Қашан аман-есен босанғанға дейін саған ештеңе демеймін. Ары қарай не болатын уақыт келгенде көрерсің, деп шығып кетті. Мен іштей Шарананың ұл болғанына сеніп едім. 7 айдан асқанда шекесі торсықтай ұл тудым. 5 жылдан аса уақыт өтті. Жасұланның айтқанынан екі етпедім. Айтқанына көндім. Айдағанына жүрдім. Сол жылдары менің өмірімдегі ең ауыр кезеңдердің бірі еді. Қатты қызғанатын, аямай ұратын, көрмеген қорлығым жоқ. Киерге киім, ішерге тамақ таппай аш жүрген күндерімде қаншама. Өзімнен қате кеткен соң көндім. Ажарымда сорлым болды. Әйел адам үшін әдемілік өзің үшін сор болатынын мен жақсы білемін. Ол жылдары елдің басына түскен ауыр сын болды. Нан тауып жеудің өзі қиямет қайым болды. Бұл тәуелсіздік алған жылдағы баршамызға ауыр түскен жылдар еді. Ол күннен де өттік. Аллаға шүкір. Жасұлан жүріске салынып кетті. Қыз қырғын, ол үшін шүберек тәрізді еді. Ауыстырып жүре беретін. Әйелдер де соған әуес болатын. Келбетті жігіт болған соң ба, білмедім. Гитарада ойнайтын, ән айтатын. Менің бар махаббатым баламауды. Алдамшым да сол болды. Қалай болса да осы баланы аман сауық сақтауым керек деп күн кештім. Әкесінің аузынан түсіп қалғандай еді. Сонымен де медет тұттым. Шыдамның да шегі бар. Кезекті бір таяқтан кейін мен күйеуімнен қашып кеттім. Сол ауылдағы үлкен адамдар маған көмек жасады. Қарағым-ау, өлмей тұрғанда еліңе жет. Мынау адам болмайды енді, деді. Солай тәуекел еттім.
сүйгеніне ілініп, азып-тозып кеткен. Қызын көргенде анам байғұс зар жылады. Апа, мен енді ол жаққа бармаймын. Өлсем де сенің қасыңда өлейінші. Кеш мені, дедім. Анам байғұс мені сыртқа тепкен жоқ. Қалдым. Ол кезде мен жүрек ауруына шалдыққан кезім еді. Қорқыныш, үрей, жеген таяғымнан көрген қорлығымның өтеуі осы болды. Жиі есімнен танып қалат беретінмін. Үйіме келген соң тыныштық таптым. Жасұлан іздеп мені келмеді. Мен хат жазып кеткен болатынмын. Іздеме, қайтып келмеймін. Менің әлсіздігім, жиі есімнен танып қала беретіндігім аздай. Көп уақыт өтпей менің көздерім көрмей, қабырғаға жағалап қалатын күнім де болды. Сол кезде шешем байғұс шырылдап, бір малын сатып ауылдың орталығына әкелді. Менде күш қалмады. 2 қадам аттасам, алқынып демала алмай қалатынмын. Мені бірден ауруханаға жатқызды. Бастан, аяқтан тексеруден өткізді. Дәрігер басын шайқады. Жеңгем қасымда болды. Осыншама күш түсетіндей мына қыздың жүрегіне не жасағансыздар, деп айғайға басты. Қазір тағы анализ тапсырамыз, сосын мамандарды шақырамыз, деді. Мені бірден төсекке жатқызуға постельный режим жатқызды. Мен есімді бірде білем, бірде білмеймін. Әлден уақыт бір ер адамның: қызым, тұра аласың ба? Мен сені тексерейін дедім. Көрейін дегенін естідім. Мен жайлап тұрғызды. Көзіме үңілді. Қызым, қай жерің ауырады? Қалай ауырады? Айта ғой, деді. Жүрегімнің жиі қағатынын, басымның қатты қысатынын, көзімнің анық көрмей бара жатқанын, 3 ай бойы ұйықтамағанымды айтқанымда ол кісі үнсіз қалды. Былай ғой, қызым, мен эндокринолог деген маман боламын. Сен әлі жассың. Кез келген аурудың емі бар. Тәуір болып кетесің. Мен саған уәде беремін. Аяғыңнан тұрасың. Ал мен саған қазір айтайын, бұл қандай дерт екен. Организмге қант мөлшері шектен тыс көп мөлшерде көтерілген. Біз соған қарсы ем жасаймыз. Бұл сусамыр деген ауру, қант диабеті деп аталады. Енді 3 күн кешіккенде комаға кіріп кетер едің. Көрер жарығың бар екен, деді. Бұған себеп көп: тұқым қуалаушылық, күйзеліс. Жазыласың, жазамын. Тек сен үмітіңді үзбе. Ал енді маған айтшы, бұл өмірде кімді жақсы көресің? Деп сұрақ қойды. Мен баламды, сосын анамды, дедім. Міне, көрдің бе? Өмір сүруге себеп бар. Сен олар үшін аяғыңнан тұрамын деп маған уәде бер. Сенің организмің күрескісі келмей жатыр. Әбден шаршаған. Ал сен мықты қызсың. Мен саған сенемін. Жеңесің. Режим сақта. Өмірге деген құштарлығың мықты болсын, деді. Қалғанын дәрігерлердің қолында. Мен маңдайымнан сипады. Мен мұндай ыстық, жұмсақ алақанды сезбегелі қашан. Неткен мейірімді жан, деп ойладым. Қызым, сен өзіңнің әдемі екеніңді білесің бе? Әсіресе көздерің тұп-тұнық. Сонша уайымға салынба, күнім. Өзіңді сүй. Өзіңді жақсы көруден қалғансың. Бұл дұрыс емес. Тамаша жансың. Өзің үшін күрес. Бәрі де артта қалды, жарай ма? Мен дәрігермін. Мен саған үлкен күш беремін. Және сен мені үлкен күш деп қабылда. Күнделікті менің халімді біліп тексеріп тұрады. Мен осы ақалатты жанға 2 дүниеде қарыздармын. Мықты маман, мықты психолог, өз ісінің нағыз шебері болатын. 20 күнде бетім бері қарады. Аяғымнан тұрдым.
Мына әлем мен үшін жап-жарық болып жарқырап тұрды. Өмірге деген құштарлығым қайтадан оянғандай. Анам да, ағайын туысым да қуанып жатты. Балам үшін алаңдамадым. Өйткені ол сенімді жерде, бәрі сол үшін деп құрақ ұшып отыр. Яғни жүр. Аурудан шығарғанда дәрігерім қолыма жолдама ұстатты. Қызым, сен енді облыс орталығына, Өскемен қаласына барып жатуың керек деді. Неге, мен жазылдым ғой дедім. Жазылдың қызым, жарадың. Мен өзім іштей қалай болады деп қорққан едім. Ерік жігерің, сила воля мықты екен. Аяғыңнан тұрдың. Енді қауіп жоқ. Бірақ енді саған тұрақты түрде қабылдайтын дәрі тағайындайды. Сол үшін облыстық емханаға жатуың керек. Ол жерде дәрі тегін тағайындалады. Сосын қайтадан маған келесің. Мен сені тұрақты түрде тіркеуге қойып қоямын деді. Анам мен кенже ағам менен бәрін аяған жоқ. Қолыма ақша ұстатып мені облыстық емханаға жіберді. Бір қабат киім-кешегімді алып берді. Мен онда туысқандарымды күтіп алып, жолдамамды көрсеткен емханаға жатқызды. Менің бағыма қарай ол жақта маған жақсы қарады. Арнайы тексеруден өттім. Маған тегін дәрі-дәрмек тағайындалды. Осылайша мен өмірге қайта оралдым. Ол кезде заман қиындау болса да анам маған ауырлық түсірмеді. Мен жазылып келген күні көрші қолаңды шақырып шай берді. Қуанышында шек жоқ. Балапаным болса алаңсыз шауып жүр. Апасы тойған қозыдай томпитіп қойыпты. Менің өмірімде не болған жайында ешкім сөз етпеді. Өйткені дәрігерім бұл балаға күтім керек. Жүрегіне күш түсірмеңдер деп ескерткен екен. Алаңсыз күндерім басталды. Өз үйім жылы, қайда барсам да құшақ жая қарсы алып жатты. Азып тозған өңімнен де із де қалмады. Ажарланып, өңім де қалпына келді. Үйдің тірлігіне араласа бастадым. Шешем болса қартайған. Жалпы мен шаруаға мықтымын. Кез келген тірлікті дөңгелетіп әкетемін. Мақтанғаным емес. Тазалықты жаным сүйеді. Тағдыр мені көп нәрсеге үйретті. Сабақ алдым. Тамақты жақсы пісіретінмін. Апам жарықтық жұлдызымның бармағынан бал тамады деп мақтап отыратын. Кіші ағам 30-дан асып кетсе де әлі үйленбеген еді. Мен балапанымның қасынан тастамай ертіп жүріп, 6 жасынан бастап шаруаға үйретті. Ауыл баласы не істес, ол да соған бейім болуы өсті. Сол кісінің арқасынан балам мықты азамат болып өсті. Менің келгендегі естіген сол баяғы әпке жездем келіпті. Әпкем құшақтап ұзақ жылады. Обалына қалдым-ау, құлыным кешірші мені деп қайта кешірім сұрап өтінді. Әпкем ғой, еш өкпем жоқ. Өзіңді кінәлама әпке, бұл тағдыр. Не жазды, соны көрдім. Қалақтай болып, осынша бейнетті қалай көтердің құлыным деп зар жылады. Қайдағыны есіңе түсірме деп анам ұрсып тастады. Кетерінде әпкем бізді ауылына қонаққа шақырды. Жалғасы бар. Құрметті оқырман, әңгіме соңын тыңдағыңыз келсе, арнаға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар.